Сәлем достар, аударып тастаған рахым сезім. Біз досымыз екеуміз машинада отырдық, және ұрсып келе жаттық. Ол не үшін екенін білмедік, және біз жамандық жасағымыз келді. Мен өте балықты жақсы көремін, және өскенде балықшы болғым келеді дейді. Менің ойыма балық ұрлау келді. Соны жаса деп миым сөйтіп тұрды. Мен я деп тұрдым. Досыма айттым, балық ұрлаймыз дедім. Досым жарайды деді. Және досым оны қалжың ретінде түсініп тұр ғой деймін деп ойладым. Және ол балық бір түрлі болып отырды. Мен досым ұрлаймыз деді. Мен жарайды дедім. Және досыма мен ана коробка алып кел деді. Ол маған коробканы алып келіп, өзінің ішіне коробкадағы заттарды салып, балықты сол коробкаға салып алдық. Және мен өмірімде ұрлық жасап көрмедім. Біз тез деді досым. Біз тез жүріп кеттік. Сосын біз өткіздік, және мен балықты сатып алдым. Мен қатты қорқтым, және досым кілті жоқ екен. Сосын біз қайтадан кірдік. Мен қорықтым. Мен түрмеге түскім келмеді. Ұсталып қалғым келмеді. Кілтті біз жарты сағат іздедік. Сосын беріліп қайтадан шықтық. Досым ата-анасына звондады, және кілтті біз таптық. Машинаның ішінде қалып қойыпты. Біз кірдік, және мен балықтың атын Гилберт деп қойдым. Және мен сол үшін бақыттымын. Мен ұрладым ба, ұрламадым ба деп ойладым. Және мен ата-анам жоқ, балық асырауға жоқ дейді ғой деймін деп ойладым. Сосын досым оны досым сыйлады деп айта сал деді. Және бәрі мені балықшы қыз деп айтайды. Балықшы деп айтайды. Менің аквариум ішінде оны просто 5 литрдің ішіне салып қоя тұрдым. Мен бұған 6 күн 6 ай өтті. Сосын балық оны қуанып, соның ішінде жүрді. Мен оған апта сайын тамақ беріп тұрамын. Мен алғашқы ұрлығым. Достар, бұны бірақ сіздер қайталамаңыздар. Достар, егер бұл видео ұнаса, лайк басыңыздар, және маған көп подписаться етіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.